Саламатсыз ба, Тілектес Исабайұлы? Туған күніңіз құтты болсын келе жатқан. Сіз үшін бұл қандай күн туған күн деген? Жалпы бұл күн әр адам өміріндегі бір есте қалатын, жанұяның алдында да, балаларың алдында да, ата-аналарың алдында да бұл бір ерекше тарихи, әр адамның бойында жауапкершілігі бір мол күн деп айтқым келеді. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 85 жылдығы келе жатыр. Дайындықтарыңыз қалай? Университетімізде қазір үлкен дайындық жүріп жатыр. Ең бірінші біз мемлекетімізде ұлттық университет болғаннан кейін біз мамандарымыз, ұстаз ғалымдарымыз университеттегі бүгін ғылым арқылы, ғылымданған өндіріс арқылы, жаңа технологиялар арқылы жастарға білім беру. Ол әлем талабы. Соған мына бүгін мемлекетіміздің қолдауы арқасында осындай жетістікке, осындай жағдайға жетіп отырмыз. Әңгімемізді университетке барып жалғастырсақ, қалай қарайсыз? Жақсы. Жүріңіз. Оқу орнында 2004 жылдан бері Олжас Сүлейменов атындағы әлеуметтік гуманитарлық білім беру және тәрбие орталығы жұмыс істейді. Осы орталықты құру идеясы қалай пайда болды? Негізінен біздің университетімізде 90%-дай балаларымыз ауылдан келген балалар. Ауылға білімді алып баратын, ғылымды, мәдениетті, өнерді алып баратын ол ауылдың балалары. Мен Олжас Омарұлымен 30 жылдай қолдау дейді, волейбол ойнаймын. Жақсы таныспыз, араласып тұрамыз. Ал 2003 жылы Олжас ағамыз Франциядан келген кезде университетке кездесуге шақырдым. Сонда балаларымыз сұрақ қойды. Олжас аға, біздің университетімізде гуманитарлық білім және тәрбие институты бар. Сол институттың атын сіздің атыңыздан қойсақ, қалай қарайсыз деп. Сіз 54 ғылым кандидатын, 25 ғылым докторын даярлаған. Сондай-ақ экономист аграрниктердің мектебін құрған ғалымсыз. Алда тағы қандай армандар бар? Мемлекетіміздің алдында ауыл шаруашылығы, жалпы ауыл шаруашылығы өндірістің алдында ғалым ретінде үлкен жауапкершілік болады. Ал мен дайындаған бүгінгі ғалымдарым, ол нағыз ғылымда болмаса, нағыз ауыл шаруашылық өндірісінде болмаса, еліміздің экономикасына өзінің ерекше үлесін қоспаса, ол ғалым емес. Ал әр ғалымды дайындау, мен ойлаймын, үлкен жауапкершілік. Соған байланысты бүгін мен өзім шәкірттеріме мақтанамын. Енді отбасыңызға тоқталсақ, ректор бос уақытында немен айналысады? Менің Құдай берген алтындай жанұям бар. 2 ұл 2 қызым. Біздің қазағымда айтады, қазақ малының санын, жанының санын айтпайды. Оншақты Құдайдың берген немересі бар. Осы сенбі күні уақытым босап үйге барған кезде жексенбі күні уақытымды немерелерім арнаймын. Немерелерім менің мақтанышым, немерелерім менің жан жүрегім, оны ата болған, әже болған менің замандастарым сезінеді. Сол немерелеріме ерекше уақытымды арнағым келеді. Мен уақытым бос болса, негізінен салауатты өмір салтына, мына спортқа арнаймын. Мен Қазақстанда ардагерлер волейбол ұйымының президентімін. Қазақстанда жылда өткізіліп отыратын өзіміздің волейболдан жарыстарымыз бар. Оның құрметті президенті Олжас Омарұлы Сүлейменов. Ол кісі мына 78-ге келді. 78-ге келе отырып, бүгін волейбол алаңында қолдауы волейбол ойнайды. Сонымен қатар 70-тен асқан, 60-тан асқан, негізгі біздің командамыз 50-ден асқан азаматтар. Тілектес Исабайұлы, сіздің сұхбатыңызға біз алғысымызды білдіреміз. Ұрпақ тәрбиелеу жолында атқарып жатқан жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз.